Назар аударыңыз. Керемет хабар. Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Несие алатындар тезірек көрсін. Жедел хабарлама тарады. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бірден лайк және жазу түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз қабатулған қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткіземіз. Жастарға несие беру. Министр Алматы қаласында тапсырма орындалмай отырғанын айтты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Светлана Шақиева жастарға шағын несие беру жұмыстары басталғанын айтты деп хабарлайды Массагет кз тілшісі. Шақиеваның мәлімдеуінше, қазіргі таңда несие беру бойынша 7116 өтініш қабылданып, олардың ішінде 21,3 миллиард теңге көлемінде 4734 адамға шағын несие берілді. Сондай-ақ ол 418 азаматтың бизнес жобасы өңірлік комиссиялардың қарауында және 637 азаматтың өтінімі өңірлік агрокредиттік корпорациясы филиалдарының қарауында екенін атап өтті. Басқаларды тезірек хабардар болу үшін видеоларыңызды жақындарыңызға тарату және лайк басуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлемет болыңыз.